өкінішің бар ма дейсің ба? Әрине көп өкініш. Оның бәрін тізіп жата берсе уақытымыз жетпейді. Өкініш немене өкініш? Өкініш жеке басымда емес менің. Өкініш біздің жеріміздің соншалықты ұлан-ғайыр екендігі, соның ішінде сол жерде біз бір-ақ уыс болып отырғанымыз өкініш. Яғни демография. Жалғыз менің өз басымда айтып отқан жоқпын мен. Ұлттың басындағы қасірет. Оны жұрттың басқалар мен сияқты ойламаймын, оны мен білмеймін. Қарап отырыңыз. Шығысыңызда мынау ұлы мемлекет отыр. Миллиардтан асып жығылып, енді миллиард жарымға бара жатыр. Мына жағымызда қалың орман, о да көп ел. Сол екі ұлы мемлекеттің ортасында біз 15 миллионға жетер-жетпес халық екенбіз. Соның ішінде қазағы 8 миллионға жетер-жетпес екен қазір. Бірақ осыға жетпейді. Мына жағында өзбегінің өзі бізден гөрі әлдеқайда озып кетті. Көбейіп бара жатыр. Осында мына біздің мәжіліс палатасының бастығыменен бір Қытайдың елшісі, дипломаты кездесті. Кездескендегі айтқаны Жармахан Тұяқбайға: Құдай әділетсіз дейді. Қиын мәселе ғой. Селк ете қаласың. Адам шошитын нәрсе. Құдай әділетсіз дейді. Қытайда бір шаршы километр жерге 35 адамнан келеді. Ал сіздің елде бір шаршы километр жерге 5 адамға жетер-жетпестен ғана екен. Құдай әділетсіз дейді. Ал түсініп көр. Қалай түсінер едің осыны? Құдайды неге әділетсіз деп отыр? Қытайда халық көбейіп келе жатыр. Әрбірдің кейін пияз егетін жері де жоқ. Көбісі үйлердің оңтүстік жақта, теңіз Аққайын жағында үйдің төбесін егетін көрінеді. Күрішін бір нәрселерін. Жердің қажеттілігі соншалықты. Өнім беретін жердің әсіресе. Ал бізді жатыр ғой. Ұлан-ғайыр жер жатыр. Көзі көрмей отыр ма? Көріп отыр. Көзін алартып отыр және. Картасына дейін сызып қояды әрбірдің кейін. Бастауыш мектебінің, Балқаштың мына шетіне дейінгі барлығы Қытайдың территориясы. Шындық қой ол. Өтірік емес. Енді не істеу керек, айтыңызшы? Не істеу керек? Көбею керек. Қалай? Президент тапсырма берді. 20 миллионға жетейік 15 жылға дейін деп. Ал, не бітіріп жүрсіңдер? Қанша балаң бар сенің өзің? Екіншісін тосып отыр. Иншалла. Көбейсін одан да. Ал қазір мына бізде бір жағы психология бұзылған, екінші жағынан тұрмыс билейді адамды. Қазір сүр бойдақтар көп бізде. Қартайған қыздар көп бізде. Өсім жоқ. Үйленгендердің өзінде бір бала, екі бала. Он простое воспроизводство дейді экономиканың тілінде. Басқа бас. Өнім жоқ. Өнім болу үшін тым болмаса 3 бала болу керек. Бір бала артық туып. Ондай жоқ бізде қазір. Бар еді анау ауылда әсіресе. 5-ден, 6-дан, 7-ден, тіпті 10-ға дейін туатын бар еді үйлер. Сондай отбасылар болатын. Олар да тарылды қазір. Олар да тартына бастады. Азая бастады туу деген олар да. Мінекей осындай жағдайда қасірет ең үлкен қауіп осы бізде. Ертең күнімді көре алмай қаламын, мен аш боламын, өліп қаламын, ауырам, сырқамайды дейтін ол екінші пландағы қасірет. Ең үлкен қасірет осы, өнімнің жоқтығы бізде. Үкімет білмейді осыны, қалай қайғыланбайды. Ал енді мынау